И бәріңе сәлем достармен бірге мен Кейзи. Короче, бүгін біздер YouTube хаусты полный салып бітейін деп жатырмық. Яғни бұл YouTube хаус туралы алдында видео салған болатынмын. Енді бұл YouTube хаусты полный бітіреміз енді. Яғни осы видеоны бастамай тұрып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, өйткені сендер тіркелсеңдер мен күніге видео шығаруға мотивация болады. Ауылдағы өмір қашан шығады десеңдер, 400 подписчик болғанда ауылдағы өмір шығады. Тез тіркеліп кетіңдер. Ал енді видеоны бастайық. И короче, міне сол YouTube хаус енді салайын деп отырық сол. Короче, енді ауылдағы өмір қашан шығады деп сұрап жатқандарың, ауылдағы өмір 400 подписчикте шығатын болады, яғни 50 подписчиктен кейін. Аздан қойын. Так, бүгінгі видеода біз YouTube хаусты полный салайын деп жатырық. Короче, YouTube хаусты полный саламыз. Так, полный дегенде былай іштерін былай сыртын біттік, почти сыртын біттік почти. Енді ішін соғатын боламыз. Мына жақта грузовиктер тұр енді. Так, ішін қалай соғады десеңдер, короче, ішін осылай бастаймыз. Былай кірген кезде мына жақта примерно кухня қылсам болады, или жоқ, мына жақ. Бізге бұл шетке светтер керек, яғни маған осы свет ұнайды негізі. Осы свет ұнайды екен. Неге десеңдер, өте жарық свет, қарасыңдаршы. Бұл үстін бәріне қойсақ. Так, каналға тіркеліп кетіңдер, өйткені сендер каналға тіркелмесеңдер, менде мотивация жоқ болады. Каналға тез тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Каналға тіркеліңдер енді. Сол менде мотивация болады. Ауылдағы өмір 400 подписчиктен кейін шығатын болады. Так, мына бедропты топсайын. Так. Сосын қандай видео түсірейін, комментария жазып кетіңдер, идея қалдырыңдар. Үйсіз қойсам нормально кетеді. Так, кухняны мен қалай соғам? Мен яқа бірінші сундық қойын кеп тұр, өйткені сол сундықтан тамақ андай заттар алуға. Сол сундықты қоямыз, міне так. Осы жерге бір тамақтар алуға. Осы жерге қойсам болды. Мына жетеді примерно. Мына шетке бір орындық соқсақ болады негізі. Орындық соғамыз мына жаққа. Осылай орындық соғып істеген соң, мынандай жетеді. Жетеді мынау, Елтік мына жаққа тағы бір қосып жіберейін. Өйстіп тұрайын. Сосын сендерге рахмет, активті, мощный болып отыр. Каналға тіркеліңдер, тез. Осы жерден тіркеліңдерші, давай 5-ке санайым. 1, 2, 3, 4, 5 тіркелген болсаң красавчик. Кім каналға тіркелді, сол айта алмады. Так, вроде орындықтың орнына үсті қойсақ болады. Так, үсті. Так, осылай 4 жағына орындыққа қойсам болады. Яқа бір не қойып қойсайын осылай. Тоқта. Мен неменен істеп жатырмын? Айтпашы, мынандай барады ғой, достар. Короче, осы мод таратамыз қор. Осы мод таратам, әдейі мод енді. Негізі айта алмадым мод туралы ше. Так, осы светтерден үстіп шет жақтарына қойып шығамыз. Скоро, если 1000 подписчик болсам, осы YouTube хаусқа дейлін ашуақтарды шақырамыз. Дейлін ашуақ, Нұрлан Қалам. Солар шақыратын боламыз, короче. Короче, бұл видеоны кеш салатын шығармын. Вроде, Няқа бір ойсақ. Вроде болады, Так, мен бірінші этаж біттім. Мынақта бізде не болады? Мынақта бізде бір бөлме болсын, давай. Өзім бөлмем үстіге соғам, Мынақта бір Достанбеттер тұрады жар, яғни. Достанбет Денжелер тұрады, короче. Так, бұл шетке бізге кровать керек. Достанбет қара түс жақсы көреді. Қара түспен ұстап қойын. Сосын бізде мынандай. Яғни кітап, оқиды, сондай бірдеңке. Мынандай музыкалный несі қойын. Сосын картинка керек бізге. Обязательно. Картинка керек. Достар, несі қойсайын, өйткені мешайт ететін болды. Достанбет, яғни 2 кровать қойсайын, оған 2 кровать жетеді. Кроваттың шетіне бір картинкалар қойсам болды. Нормально.
Енді осы жерге бір кітапхана, кітап, үлкен кітап оқиды ғой. Осылай салып қойсам болады негізі. Артына салсаңдар болады. Так, үш салсам болады вроде. Нормально негізі, міне. Осындай болады. Так, екінші этаж енді бычыт болып жатыр енді. Мен өзім бөлмемді примерно, осы жерге салам. Өзім бөлмемді осы жерден аламын да осылай. Вроде нормально, Так, енді мен өзім бөлмемді бастайын. Қалғандар денде өзім бөлмесін өзі соғып алар, Онда сақ қойсайын. Так, бесері бетон керек, короче. Примерно үлкен қылудың керек жоқ. Жаңа үлкен болып кетеді дейшім. Балконның кішкене бері қарай. Примерно осы болады негізі. Каналға тіркеліп кетіңдер, достар, каналға тіркеліңдер, тез. Кім каналға тіркелді, красавчик. Так, үсті қойсақ, үстін аша салсам, керек жоқ. Бір түрлі көрініп қалады, үстін аша салсам бар ғой. Так, үстіне қоқ қойсайын. Так, вроде нормально ма? Неге жазып кетіңдер комментке қандай қойын? Нормально сияқты мен ойымша. Так, есік маған осындай есік ұнайды міне. Осы есік ұнайды, нормально. Жаңында емес. Так, шет жағына келіп, осы жерге үсті қойсам болды. Міне. Так, үсті міне ақа не қоямын, тура достан беттігіне не ақа картинка қоя салам. Болмайды жоқ. Міне. Мен доста кітап қойсайын осы жерге. Так, маған үсті кітап көп керек емес болды. Так, осы жерге не қойып қойсайын. Енді маған нелер керек. Маған осындай бір нелер алып қойсам болды. Сундук керек маған обязательно. Сундук аламыз. Сосын маған не керек? Сосын маған верстак керек. Сосын вроде болды, нормально, бәрі нормально. Бәрі зор болып тұрмын шетте. Нормально вроде. Так, вроде нормально, міне. Осылай істеп қойын, так. Мына жаққа музыка салсам болады. Мына сундук қай қойын? Міне. Сундукты осына қойын. Верстак осына қойын. Болды, вроде комнатам осы болады енді. Нормально деп ойлаймын. Айтпақшы, күте тұрыңдар, айтпақшы. Так, айтпақшы, мен сендерге айтарым, бір затты ұмытып кеттім ғой. Короче, мен 1000 подписчик жеткенде сервер ашам. Ол серверде не істейміз? Бәріміз бірге видео түсіретін боламыз. Яғни бүкіл подписчиктермен бірге видео түсіретін боламын. Яғни 1000 подписчикте. Так что сіздерге 1000 подписчикке жеткізсеңдер. Яғни сендермен бірге бір видео түсіремін. Сервер ашам, сол кезде бірге видео түсіреміз, бірге атақты боламыз, яғни бірге дамытамыз. Тез 1000 подписчикке жеткізіп тастауларыңды сұраймын. Короче, міне комната осындай, нормально. Нормально вроде, Так, аңғара. Үсті сақ қойсам, міне нақтар үсті. Так, мына мен үсті сақ қойсам болды вроде. Болды вроде. Так, маған светтер керек енді. Свет сақ қойсам болды. Свет сақ қойсам болды. Свет сақ қойсам болды міне. Осы болады вроде. Короче, видео аяқтайтын сияқтымын. Видеоны көргендер рахмет. Арна тіркеліп лайк басып кетіңдер. Короче, міне YouTube қасы осылай шықты. Видео аяқтаймын. Видеоны көргендер рахмет. Сау болыңдар.